Қазақстан Совет үкіметінің лабораториясы болған Совет заманын зерттейтін ғалымдар өте аз, қызықтырмайды. Ұлт болу, өз тарихын өзін қабылдау. Жақсы болсын, жаман болсын, ол біздің тарихымыз. Бізді әлі де әлем посткеңестік республика деп қабылдайды. Жаңа ұрпақ өзін қазақ деп есептейді деп ойлаймын. Сол жаңа айтып жатқанда біздер мына осы ассамблеяда президенттің айтқан сөзінен кейін осы тақырып күрделеніп кетті ғой. Жалпы енді ұлттық бірегейлікке қатысты енді мен өзім байқауым бойынша бізде карантиннен кейін көбейіп кетті. Әсіресе ол қаңтардан кейін ол тіптен күшейді де болады. Жаңағыдай 22 жылғы оқиғалар бар, жаңа релаканттар дейміз. Жалпы енді сіз осы саланы көптен бері зерттеп жүрсіз ғой. Ол қашан басталды бұл ұмтылыс деуге болатын шығар. Мүмкін тәуелсіздіктен кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін, мүмкін оған дейін болған шығар. Мысалы 70-ші жылдарда айтып жатады әйтеуір. Сол бойынша кішкене тарихқа шегініс жасап кетсек, қашан басталды ол? Бұл құбылыс десек, немесе бұл сұрақ десек, меніңше Қазақстан үшін, және тек Қазақстан үшін ғана емес, оны алда да айтармыз. Бір замандарда осылай өзектілігі артып, сондай сұраныс пайда болады. Әрине қазіргі таңда енді бізге ең жақын тарих бұл жаңа тәуелсіздік алған жылдары. Әрине қандай мемлекет құрамыз, мемлекеттің форматы қандай болу керек, бұл этникалық негіздемеде болатын қоғам ба, мемлекет па, әлде бұл азаматтылық негізінде құрылатын мемлекет па деген сұрақтар өте көп болды. Және де бұл жерде сыртқы ықпал да болды. Ал ішкі қоғам бірден жауап бере алмады деп айтуға болады. Бірақ сол кезде саяси жаңағы қоғамдық қозғалыстар өте көп болды. Саяси партиялар көп құрыла бастады. Сосын жаңағы қоғамдық қозғалыстар ресми емес. Екі жақты процесс жүріп жатты. Бір жақ қозғалыстар жаңағы этникалық негіздемені алға тартты, басқалары керісінше жаңа азаматтылықты алға тартты. Бірақ Қазақстан үшін бұл жерде қайсысы пайдалы? Мысалы, бұл біздің егемендікті ұстап қалу және ары қарай мемлекет болу үшін азаматтылық негіздемесі жаңағы көбірек алға тартылды. Өйткені бұл жерде жаңағы этникалық және азаматтылық екі нәрсе әлі де ара жігі айырылмаған кезеңеді, шыны керек. 90-шы жылдар, 90-шы жылдары. Сосын мынандай сұрақ көп болды: мемлекет кімдікі, қазақты кімі, әлде басқаны кімі деген. Осы сұрақ, қазір де міне осы сұраққа біз әлі де жауап беріп негізі жауабы бар. Бірақ кей кезде күмәнданамыз, кей кезде қабылдамаймыз. Конституция ең бастысы жаңағы егемендік алған декларацияда бекітілген, ары қарай жаңағы тәуелсіздік конституциялық заңына енген, және 93-ші конституцияға енген негізгі бастапқы қағидаттар ол Қазақстан Республикасының азаматтары бәрі де жаңағы қабылданады деген бәріне мүмкіндік берілген. Өйткені көп айтылады, 90-шы жылдарға келгенде, егемендікке келген кезде қазақ пайызы бізде 50%-дан төмен болды. Ол факт. Ол барлық жаңағы біздің қазір құжаттарда бар. Және де жаңағы Совет мемлекетінің өткізген саясаты Қазақстан үшін ең күрделі болды. Барлық өткен саясаттар, өткізілген саясаттар Қазақстан үшін түбегейлі өзгеріске әкелді. Бұл жерде біз экономикасын аламыз, саяси жүйесін аламыз. Бірақ ең түбегейлі дейтініміз ол жаңағы мәдени және менталды ортаға кіріп кеткен жаңағы өзгерістер болды. Қазіргі таңда егерде біз батыс ғалымдарды оқитын болсақ, мысалы Фирман жазды ол кезде, Бавна ДВ жазды, Марта Брит Олкот жазды.
Қазақстан Совет үкіметінің заманның лабораториясы болған шынымен деген. Иә. Бұл жерде жаңағы этностық құрам өте күрделі өзгеріп, және экономика, әлеуметтік, саяси бағыт бәрі де жаңағы Совет үкіметіне деген бағытпен жүріп келе жатқан. Сондықтан бір мезгілде оған жаңағы бір барьер қойып, немесе оған тосқауыл қойып, енді біз басқа бағытпен жүреміз деп айтқанмен, бірақ дегенмен жаңағы инерцияны тоқтату өте қиын. Ол заңды құбылыс. Сол инерциямен келе жатып, біз қазір әлі де кей кезде сол инерциямен жүріп келе жатырмыз. Сондықтан көп жағдайда біз әлі де Совет үкіметінің саясатын ұстанамыз деген эксперттер бар. Иә, ұстанамыз, оны шын айту керек. Одан біз бір уақытта шығып кете алмаймыз. Өйткені 70 жылғы жүргізілген саясат, барлық жүйе, барлық идеология, экономикалық жүйе соған бағытталғаннан кейін ол инерция өте ұзақ болады. Шынымен ол инерция шамамен 70 жыл болмаса да, одан сәл аздау уақытпен тоқтататын болармыз. Осы мәселеде енді талқыланып жүр ғой, ұлттық бірегейлік, ұлт қалыптастыру, ұлт құру деп жатырмыз. Сол кезде бір шешілмей жатқан, енді ол кішкене техникалық мәселе деуге болатын шығар. Аударма мәселесі, identity ғой, national identity, оның үшін identity'ді қалай аударамыз деген. Біреулер кімлік деп, жаңа түркшеден кімліктен алған кімдік дейді, біреулер бірегейлік деп аударған, немесе кейбір адамдар identity деп қалдыруды ұсынады. Сіз қай жағын қолдайсыз? Бұл жерде енді identity дегеніміз бір субъект, жеке тұлға өзін қай ортамен байланыстырады, қай ортаға өзін сәйкестендіреді, және де қай ортаның құндылықтарымен, қай ортаның ережелерімен келіседі. Осы негізгі нәрселер. Егер де біз қай тілде алсақ та, бәрі де түпкі нұсқасы осыны білдіреді. Қазақша айтатын болсақ, мен кіммін деген сұрақ. Біз кімбіз деген сұрақ. Біздің подкастымызда атауы да біз кімбіз. Өте дұрыс меніңше. Ал бұл жерде сәйкестендіру деңгейлері әртүрлі болады. Адамның жеке ортасы болады, адамның психологиялық ортасы болады, сосын референттік тобы болады деп айтамыз. Ал біз бұл national identity қарастырған кезде біз ұлтпен, мемлекетпен, елмен өз-өзін адам сәйкестендіре ала ма? Осы құндылықтарға ол ортақ па? Және сол құндылықтарды дамытуға өз үлесін қосып жатыр ма? Міне осындай нәрселермен байланысты. Енді қазіргі таңда біз кімбіз деген сұрақ көбінесе енді өз жалпы атауымызбен байланысты. Қазақстан Республикасы кей кезде келіспей жатады. Қазақ Республикасы болу керек еді деп, өйткені Совет үкіметінің құрамында болған кезде Қазақ Совет Социалистік Республикасы болды. Басында Қазақ деген. КСР деп. Солай болды. Егемендік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы болып, сол жерден көп қайшылықтар осы жерден пайда болды деп айтады эксперттер. Өйткені біздің Қазақ және Қазақстан екеуі екі түсініктеме береді деген, және екеуі екі орта қалыптастырады деген ой пікірлер айтылады. Меніңше бұл өтпелі жағдай. Өйткені біз жаңағы бір жүйеден екінші жүйеге өту үшін өз-өзімізді анықтап алуымыз керек. Біз қалай аталамыз, әрине ол өте маңызды, бірақ одан да маңыздылығы меніңше қазіргі таңда біздің бірлігіміз неде? Және біз қандай құндылықтарды қалыптастырып жатырмыз? Қаншалықты біз сол құндылықтармен келісеміз? Ол құндылықтарды кім ұсынып жатыр? Егер де біз national identity жалпы батыстық концепцияларды алатын болсақ, олар көп жағда мемлекетпен байланысты. Бұл мемлекет құрылым ретінде әлеуметтік негізгі, саяси негізгі институт. Егерде осы 80-90 жылдары кейбір батыс ғалымдар мысалы
мемлекет енді болмайды, өйткені национал корпорациялар басым болып кетті, олардың ережелері басым. Әсіресе мынау әлем жаһанданған сайын мемлекеттің рөлі азая түседі деген тұжырымдамалар пайда болды. Бірақ қазіргі күнде ол керісінше қайтадан мемлекет күшею керек дейді. Мемлекеттің функциясы сақталып қалады реттеуші ретінде. Сондықтан, егерде біз national identity алатын болсақ, біз мемлекетпен байланысты көп жағдайда. Мемлекет қаншалықты мықты болады, соншалықты осы мемлекеттің азаматы мықты болады. Және керісінше формула. Азамат мықты болады, және мемлекет мықты болады. Бұл бір-бірімен тығыз байланыстағы нәрсе. Сондықтан біз осы мемлекетшілдік азаматтылық деп жатырмыз. Осымен байланыстырсақ, біз мемлекетке қызмет етсек, ортаға қызмет етсек, бұл жерде құндылықтарды, ортақ құндылықтарды қалыптастыра білсек, сонда біздің мемлекет нығаяды деп ойлаймын. Окей. Мына құндылықтар демекші, мен осы соңғы кезде байқап жүрмін деу болады. Мысалы, біздің қоғамда өзінің бір құндылықтар қазір анық көрініп жатқан сияқты. Мысалы, әділдікке қатысты көп әлеуметтік желіде көп айтылады. Әділ болайық, адал болайық деген мағынада. Сосын, мысалы, тағы бір байқайтыным көмектесу. Мысалы, асар үме секілді фондтарға қарап тұрсаңыз, енді бір жаңағыдай көмектесейік деп жарнама емес, енді хабарлайды, 2-3 күнде бір үйдің ақшасын шығарып, жаңа отбасыларға көмектесіп жатады дегендей. Сосын мысалы қазір байқайтыным білімге дейтін, көп білім алу, үнемі білім алуды бір құндылық ретінде насихаттап жатқандар көп, және оған шынымен халық еріп жатқан сияқты. Шынымен халықтың ішінде сондай бір құндылықтар шығып келе жатқан сияқты, Олар, қазіргі талпыныс, бұл құндылықтар жаңадан шығып жатқан жоқ. Олардың бір жаңа көрінісі пайда болды деп айтсақ болады. Өйткені, білім, ғылым, ол әрдайым адам үшін құндылық, адамзат үшін құндылық деп айтамыз. Бірақ сол билік арқылы біз не нәрсеге қол жеткізе аламыз. Мысалы, егерде қоғамда сондай әділдік болса, мысалы, жақсы білімді азамат өз орнын табады дегендей, және оның әл-ауқаты әлдеқайда жоғары болады деген түсініктемелер бар. Бірақ жаңағы әділетсіздік неден пайда болады? Жаңағы коррупция ең басты мәселе. Және де непотизм деп айтамыз. Көп жағдайда біз совет үкіметінен шыққаннан кейін бізде әлі де мемлекеттілік патернализм деген түсініктемелер бар. Жаңағы дайын жол біреу көрсетіп қою керек, сосын сол айтылған жолмен жүру керек дегендей. Ал қазір міне 2-3 ұрпақ келе, біз сол құндылықтардың маңыздылығы және де соған қол жеткізу жаңа инструменттерінің пайда болуын көріп отырмыз. Өзіңіз басында айттыңыз, жаңа пандемия деп. Мысалы, пандемия өте көп нәрсені бізге жаңадан көрсетті. Білім, ол не екенін түсіндік біз. Білімге қалай қол жеткізуге мүмкіндік бар. Жаңа технологиялар, неше қолымызда девайс болса, білімге де көз ашуға болады деген түсінік болды. Үйде отырып білім алуға болады, үйде отырып қызмет етуге болады, қашықтықтан жұмыс істеуге болады, бірнеше тіл білу керек екеніне көзіміз ашылды. Өйткені интернетті ашып қалсаңыздар, сіз әлемнің кез келген жерінен жұмыс орнын таба аласыз өзіңізге, тіл білсеңіз. Шет тілді білсеңіз. Сондықтан меніңше жастар қазір жаңағы тек қана өзінің локальды орнының және локальды шеңберінде ғана беретін мүмкіндіктер емес, одан әлде қайда кең ойлайды. Сондықтан бұл жаңағы білімнің құндылығы шынымен де сол адамның бір талпынысы, адамның бір ой дамытатын және өз-өзін шынымен де іске қабілетті екенін көрсететін нәрсе деп ойлаймын. Пандемия және біздің мемлекеттілік екеуі де бір-бірімен байланысты. Естеріңізде болса, қаншама адам өз елінде емес, басқа елде, миллиондаған адам басқа елде еңбек етеді екен. Соны көрдік, а пандемия кезінде бәрі өз паспортына сәйкес үйіне қайтты. Сонда біз көргеніміз жаңағы, паспорт және азаматтылық маңызды екен. Өйткені егерде сенің азаматтылығың белгілі елде болса, сен сол елден енді пана тауып
сондай қиын кезде еліңе қайтып келеді екенсің. Сол нәрсені көрдік. Жаңағы шекаралық осындай жаңағы қақтығыстар болып жатқан кезде де оны анық көреміз. Жаңағы сенің азаматтылығың қай елде, сол елге қайтып оралып, сол елден көмек күтесің, сол елге жаңағы жүгінесің дегендей. Міне осындай нәрселер енді біз интернетте көп көресіздер, иә, қай елдің паспорты ең мықты деген сауалнама қойылып жатады. Тура солай енді біздің, меніңше қазіргі талпынысымыз біздің паспорт мықты болсын деген түсінік деп ойлаймын. Шынымен пандемия дейтін көп нәрсені бір айқындап бір көрсетіп берді ғой. Жаңағыдай білімге қатысты адамдардың енді патриотизм сезімде арттырды, өйткені мемлекет көмектеседі, немесе мемлекет өзінің отандастарын көмектеседі дегендей. Сол секілді осы пандемияда енді барлығы солай болған шығар. Көп адам түрлі ойға шомылды ғой. Оның ішінде жаңа білім алуға қатысты, денсаулық мәселесіне қатысты, дұрыс тамақтану, қасында жүрген адамдарың кімдер, сен отбасыңмен қалай араласып жүрсің, достарыңмен қалай араласасың деген секілді. Сол секілді жаңағыдай мен кіммін, біз кімбіз дейтін сұрақтар да көп болған сияқты адамдарда. Осы қазіргі талқыға пандемия қалай бір поворотный момент деп айтады ғой, бір бұрылыс кезеңі болды ма? Осы ұлттық бірегейлік, ұлт қалыптастыру, құру дейтін дұрыс емес шығар, қалыптастыру дейтін дұрысырақ сияқты. Өте орынды сіздің айтқаныңыз, өйткені шынымен де пандемияда біз көріп қалдық біз кемшіліктерімізді. Жаңағы денсаулық сақтау саласындағы, білім саласындағы, жаңағы қауіпсіздік, жаңағы соның бәріне көзіміз жетті, ол айқын болып қалды. Жасырылып жатқан нәрселер былай ап-анық болып қалды. Сонда көбі түсінді, егер де менің мемлекетімде денсаулық сақтау дұрыс болмаса, егер де білім жүйесі дұрыс болмаса, мен не істеймін? Шынымен де солай болып қалды. Сенің қандай да жаңағы қолыңда билік болса да, қолыңда ақша болса да, сен бай болсаң да, сен бәрібір осы біздің елдің дәрігеріне тәуелдісің. Сен осы мемлекеттің, осы елдің ұстазына тәуелдісің деген түсінік пайда болды. Сондықтан азаматтар осы жерде менің тұрған жерімде жақсы болсын деген ойда, меніңше осы жерде анықталды. Жалпы әлем бойынша бұл тенденция бұрын жүріп жатты. Жерде глокализация деген түсініктеме бар. Мысалы, біз бәріміз жаңағы глобал әлемде тұрғанмен, бірақ қазір міне осы жерде дәл осы уақыт деген түсініктеме бар. Сондықтан әр адам қаншалықты жаңағы өзінің глобальды түсініктемесі болса да, глобальды тұрғыдан жұмыс істеп жатса да, бірақ оның әр адамның нақты өзінің тұратын жері бар. Өзінің ортасы бар. Әр адам сол өзінің ортасын жақсартам десе, ол өзіне де пайдалы. Сонда жаңағы глокал және локал деген екі түсініктеменің байланысы. Пандемия бізге осы біздің Қазақстан, әр облыс, әр ауыл, әр жаңағы тұрғын мекеме, тұрғын жер, оның бәрі локальды адамға өмір беретін жер екенін түсіндік. Өйткені біз керісінше ойлап кеттік. Басқа жерде бірдеңе жақсы, біздің қазақтың бір сөзі бар ғой, енді жұрттың баласы дегендей, көршінің баласы, немесе ана елде болып жатыр, басқа ел тамаша, бәріміз басқа елге барып демалып, денсаулығымызды дұрыстап, білім алып, солай болып кеттік. Сонда кешіріңіз, Қазақстан кім үшін, Қазақстанды кім жақсартады деген сұрақ пайда болды. Ал жаңағы пандемия осыны өте анық көрсетті. Ақшаң болса да ұшып кете алмайсың, өйткені самолеттер тоқтап қалды. Сен ешқандай дәрігерге бара алмайсың. Шет елде оқып жатқан қаншама студенттер қайтып оралды. Тоқтатылып қалды қаншама нәрсе. Басқа университетке ауысатын мүмкіндіктер ашылды. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаңағы пандемия шынымен де осы national identityге меніңше көп әсерін тигізді. Және де қазір мен осы жерде дұрыс жұмыс істеуім керек, жақсы жол салуым керек, жақсы ғимарат
салуым керек, жақсы білім беруім керек деген нәрсе меніңше анық болып қалған сияқты. Иә, оның олай істеуің, дұрыс нәрселерді, жақсы нәрселерді істеуің шынына келгенде өзіңе ғой. Иә. Өзіңе пайдалы, Иә. өзіңнің отбасыңа пайдалы. Иә. Сосын тағы мынандай сұрақ бар, сен қайдан шықтың деген, иә? Жаңағы Смиттің мынандай тұжырымдамасы бар. Біз жаңағы ұлтты айтқан кезде, бұл жерде мен ұлт деп мемлекетті айтам. Бірден анықтап алайық. Өйткені біздің советтік методологиядан қалған жаңа ұлт пен этносты теңестіреді. Бірақ этнос ол бір бөлек, ол мәдениет, ал ұлт дегеніміз ол қазір мемлекеттік тұрғыдан қараймыз. Жаңағы ұлттық шеңбер дейді, иә, ол жаңағы әр халық өзін ұлт болып қалыптастыруының жаңағы 3 шеңбері бар дейді. Жаңағы саяси, мәдени және географиялық. Мысалы, географиялық біздің өзіміздің шекаралық бекіткен мемлекетіміз бар. Ол жерде біз саяси тұрғыдан, осы біздің мемлекет біртұтас мемлекет деп қабылдаймыз бәріміз. Мысалы, жер дауы болып жатса да, жаңағы шекаралық сұрақтарды көтеріп жатса да, бірден халық үрейленіп қалады. Ол жерде өте қатты идентификацияны біз осы жерден көреміз. Жер мәселесі, жермен байланысты сұрақтар болса, халық оған аса ерекше назармен қарайды. Және тек қана қарап отырмайды, кіріседі соған. Кіріседі осы мәселеге. Және үшіншісі жаңағы біздің мәдени шеңберіміз. Толықтай біз егерде осы 3 шеңберді бір-бірімен сәйкестендіріп алатын болсақ, онда біз мемлекет ұлт ретінде өзімізді қабылдай аламыз. Және тағы бір қағидат бар, бұл жерде енді қағидат деп білмеймін қаншалықты қай мемлекетке жүретіндей. Біріншіден, әр азамат өзін мен осы елдің азаматымын деп қабылдау керек. Мысалы, көп жағдайда біз қазір енді біздің конституция бойынша 2 азаматтылық бізге болмайды. Бірақ біз білеміз ондай фактілерді. Әсіресе мынау көрші елдермен болып жатқан жағдайда фактілер бар. Сондықтан әр азамат өзіне жақсы анықтап алу керек, қай елдің азаматы, біріншіден. Екіншісі, біз басқа адамдарды, басқа азамат осы елдің осы мемлекеттің азаматы дегенді біз қабылдай алуымыз керек. Өйткені қазір бізде мынандай тағы тенденция, нарратив бар. Қазақтар ғана азаматтар бола алады, басқалары олар диаспора. Сондай бар. Басқалары да Қазақстан Республикасының азаматы. Олар да бізбен тең, конституция бойынша тең, барлық құқықтарымен тең. Сондықтан бұл жерде егерде толыққанды біз ұлт боламыз десек, бір-бірімізді осы республиканың азаматы екендігін мойындауымыз керек. Азаматтықты бөлісе білу керек, бөлісе білу керек, дұрыс айтасыз, әрине. Сонда біз бірігіп жаңа құндылықтарды қалыптастырамыз. Сосын ұлт құруда 2 нәрсе маңызды, жаңағы элиталар. Дегенмен элиталардың қолында көп нәрсе бар. Бизнес элитаны алайық, интеллектуалды элитаны алайық. Олар мәтін толтырып жазады. Енді билікті бәріміз түсінеміз. Мына жерде бізде фреймированный контекст деп айтамыз кей кезде, фрейм болу керек. Бір белгілі өзіміз жүріп жатқан ағын, толқын, сол толқын қайда апара жатыр бізді. Оны міндетті түрде мемлекет басшысы нақтылап отырады. Ал жаңағы төменнен келетін толқын, жаңағы халық осыған қатысып отыру керек, және халықтың ішінен де ойлар алынып отыру керек. Мысалы, қазір біз соған жаңа кішкене бетбұрысымыз бар. Өйткені энсот болды, қазір ұлттық құрылтай бар. Әрине, егерде біз шынымен де жаңағы саяси модельді алатын болсақ, парламент бар жерде құрылтай мүмкін керек емес шығар. Негізі, мүмкін. Батыстық модель бойынша. Конгресс бар ма? Бар. Парламент бар ма? Бар. Барлық ойлар сол жерде айтылады, өйткені олар жаңағы өздерінің сайлаушылар арқылы соны жеткізіп отырады. Енді біздің модель кішкене басқаша. Бұл да меніңше жаңағы өтпелі кезеңмен де байланысты. Жаңа құрылтай керек, халықтың үнін тыңдау керек. Құрылтайда кім отыр? Көбінесе бізде қазір интеллектуалдар ол жерде. Бизнес элита ол жерде. Және де саяси элита ол жерде. Солар арқылы жаңағы халықтың үні жеткізіліп
ну сондай инструмент бар бізде қазір. Мгм. Сондықтан меніңше бұл да біздің жаңағы ұлт қалыптастыру, ұлтты нығайту процесіне өзінің жақсы үлесін әкеліп жатыр. Иә, шынымен жаңағы осы құрылтай бар, жаңағы біздің парламент бар. Ана халықтың пікірі негізі осы ұлтты қалыптастыру болсын, мемлекеттілікті күшейту болсын, онда өте маңызды ғой. Және ол қоғамда талқы болған сайын біз осы процесті тезірек және сапалырақ өтетін сияқтымыз. Осы мына сіз жақында тағылымдамаға барып келдіңіз, әлемдегі бір мықты университеттердің бірінде, иә? Ол зерттеу институты ма, әлде университет болды, иә, қателеспесем? Университет, Сиракьюз университет, ал соның ішінде мен Maxwell School of Citizenship and Public Affairs деген арнайы Public Administration and Public Policy мектебінде болдым. Азаматтық және қоғамдық қатынастар деп Халықаралық қатынастар. Public Affairs. Мен сұрағым келгені, америкалық identity қандай екен, оның бір ерекше тұстарын байқай алдыңыз ба? Иә, Америка, енді біз кітаптан оқып жүрміз, тарихтан білеміз. Фильмдерін көп көреміз. Иә, қалыптасқан тарихы мүлдем басқа. Және әрине салыстыруға келмейді. Жалпы біздің тарихымыз басқа, бізде жаңағы біз мәдени этникалық тегіміз бір көп жағдайда. Өйткені жаңа орталық Азия, түркі тілдес халықтар және байырғы халық. Автохтонный деп айтамыз, иә, осы жерде пайда болған, ғасырлар бойы дамып жаңағы әртүрлі кезеңдегі мемлекеттіліктер болған, тағы. Американы алатын болсақ, бұл шынымен де конструктивті мемлекет, жаңағы конструктивизм арқылы қалыптасқан. Жаңағы мигранттар, бастапқы Европадан келген мигранттар келіп мемлекет құрған. Және мемлекет уже жаңағы қалыптасқан құқықтық негіздеменің, европалық конституциялық негіздемесі арқылы құрылған мемлекет. Әрине өзінің да қиыншылықтары болды. Бірақ мысалы қазіргі таңда мен енді сырт көз азамат, басқа елдің азаматы, бірден Америкаға келгенде сіз басқа елдің азаматы бола тұра ешқандай шектеу көрмейсіздер бұл жерде. Бір қызық жері, міне шекараны өттім, бір жыл болдым, біреу де менің бір ID картымды сұраған жоқ. Да? Есіміңізді сұрайды, болды, сенімділік. Жаңағы мен өзім азамат ретінде немесе қонақ ретінде осы мемлекеттің барлық жаңағы заңдарына бағынамын. Оны мен мойындадым, өйткені мен құжат толтырдым ғой, жаңағы виза сұрадым. Олар маған рұқсат берді, өйткені олар маған сенді. Олар менің үкіметіме сенді, өйткені үкіметтің жаңағы сұрау бойынша, үкіметтік бағдарлама бойынша барып тұрмын, иә. Сондықтан бұл жерде жаңағы қалай айтсақ енді, құрылған жүйе бастапқы идеясы жаңағы адамға кедергі жасамау. Мысалы, сіз өз біліміңізді арттыруға келдіңіз ба? Жақсы, сіз онда сонымен айналысыңыз. Сізге ешкім кедергі жасамайды, сізге жағдай жасайды. Мысалы, бірден сізге жаңағы ID карт студенттік ашып берді, сол арқылы сіз барлық жүйеге уже кіруге мүмкіндігіңіз бар. Және мектепке балаңызды орналастыруға тегін мүмкіндігіңіз бар. Пәтер жалдап алуға мүмкіндігіңіз бар. Жаңа интернетпен қолданасыз, телефон жүйесімен қолданасыз. Ешқандай ол жерде сізге кемсіту жоқ. Және бірде бір сұрақ болған жоқ, сіз осы біздің азаматсыз ба жоқ па деген, мүлдем жоқ. Өйткені шынымен де Америка мигранттардың елі, келіп кетіп жатқан миллиондаған адам бар. Сондықтан жүйе соған бейімделген. Және олардың саясаты жаңағы ең мықты таланттарды әлемнен тартып жинақтап, сол арқылы экономикасын дамыту. Жаңағы таланттарға негізделген экономика бұл жерде. Шынымен өте жақсы саясат секілді. Иә, бұл жерде енді әрине әр елдің өзінің сондай тарихи бір қабылданған жаңа ережелері бар, мәдениеті бар, қалыптасқан.
ал мысалы байырғы халық, Мгм. американдық индейецтер, Мгм. олар шынымен де зардап шеккен. Зардап шеккен тарихи, өздері шектеліп қалған, жаңағы халық санынан да, мәдениетін де жоғалтып алған, жерін де жоғалтып алған, колонизацияға ұшыраған толығымен. Аха. Бірақ бір қызықты нәрсе, Америка үкіметі және Мгм. Америка халқы Мгм. қазіргі таңда біз осындай жаңағы опасыздық жасадық деген нәрсені мойындап отыр. Мгм. Және сол индейстарға арналған арнайы заң қабылданған. Қазіргі таңда жерлер бөлінген, сол жерлерде тек қана жаңағы индейцтердің заңдары жүреді. Егер де мысалы мемлекет, жаңа штат басшылығы сол жерден бірдеңе алғысы келсе, немесе ғимарат орнатқысы келсе, біріншіден сол жерден рұқсат сұрайды. Мгм. Және де біздің университет сол жердегі үлкен 6 ірі тайпаның жерінде құрылған екен. Біз отырған Аха. университет. Кез келген кішігірім жаңағы graduation болсын, Аха. жаңағы мереке болсын, олардың бірінші не нәрсемен бастайды дейсіз ғой? Ұрандары бір нәрсесімен ба әлде? Немен бастайды? Жаңағы ритуалдар жасаушы еді ғой, солармен ба? Университет білім беріп отырған орда. Аха. Олар біріншіден алғысын айтады. Осы жердің анандағы жерінің иелеріне рахмет айтамыз дейді. Осы университетті құрып, біз осы жерде білім алып отырғанымызға рахмет айтамыз дейді. Кез келген іс-шара басталғанда міне осындай сөз айтылады. Сол бұрынғы байырғы тұрғылықты халыққа. Иә, байырғы халыққа. Сонда біздің жаңағы ұлт болу дегеніміз, бұл тағы бір маңызды нәрсемен байланысты. Өз тарихын қабылдау. Иә, шынымен ол өте біз әлі де өзіміздің тарихымызды толық қабылдай алмаймыз. Біз үшін жақсы тарих бар, және жаман тарих бар. Өкінішке қарай. Біз жақсы тарихқа ұмтыламыз. Әрқайсысы өзінің бір жақсы жақтарын айтқысы келеді, ол түсінікті, бірақ мемлекетке ол аса керек те емес. Жаман жағымызды жасыруға тырысамыз. Бірақ тарихта бәрі болды. Жақсысы да болды, жаманы да болды. Біз егер де міне сол жағымсыз болған нәрсені мойындай білсек, біз алға тағы бір қадам жасаймыз. Және біз ортақ тарихи тағдырды қабылдай білуіміз керек, және оны мойындау білуіміз керек. Не болды? Біз жаңағы Совет үкіметіне өткен кезде, жоқ, ол жаңағы патшалықтан басталды. Ресей патшалығына өткен кезде. 18-ші ғасыр. 1830 жылдар, 40 жылдар. Сосын жаңағы первое временное уложение болды дейміз, 82-ші. Мен қателесуім мүмкін. Ол даталар өте көп болды. Жасап жіберу керек. Сосын осы жерде біз жаңағы қазақ тарихы жойылды. Бұл жерде жаңағы мәдениет болған жоқ. Бұл жерде тұрғылықты халық жоқ деген пікірмен жаңа саясат құрыла бастады. Көрдіңіз бе? Жаңағы біз бөліп тастадық. Міне осыған дейін және осыған кейін деп. 1917 жылы Совет үкіметі келген кезде біз тағы алдық та жаңағы, енді біз емес, жаңағы сол жерде мемлекет орнатқан топтар дейміз. Сырып тастады. Бұлау тарих дұрыс емес. Біз дұрыс өмір сүрмеппіз. Біз енді дұрыс жақсы өмірге аяқ басамыз. 17-ші жылдан 91-ші жылға дейін осылай келдік. 91-ші жылы жаңа егемендік алғаннан кейін бәріміз айттық, жоқ, Совет үкіметі бұл дұрыс емес, бұл қате болды. Біздің тарихымыз онымен байланысты емес, және қазір қарап отырсаңыздар, тарихшылардың арасында Совет заманын зерттейтін тарихшылар жоқ. Көбінесе қазір Алашты бастады зерттеп, хандарды, билерді, жаңа археологиялық, жаңағы көне анау қола дәуірін зерттеп жатқан тарихшылар қазір жақсы келе жатыр. Архивтер сақтарды, бірақ Совет заманын зерттейтін ғалымдар өте аз, қызықтырмайды. Бәрін білетін сияқтымыз. Кешегі не болған нәрсе, біз оны неге зерттейміз, біз қазір оны білуді. Бірақ біз оны сырып тастадық, ол қате болды деп. Енді біз жаңа тарихты қалыптастырамыз, жаңа Қазақстанды қалыптастырамыз деп 30 жылдан кейін біз қайтадан соны айтып жатырмыз. Ал ұлт болу, жаңағы бір сатыдан бір сатыға өту, өсу, өз тарихын өзін қабылдау білу. Жақсы болсын, жаман болсын, ол біздің тарихымыз. Жақсы болсын, жаман болсын. Және де егер де кемшіліктер болса, опасыздықтар болса, оған кешірім сұрай білу керек.
оны мойындай білу керек. Иә. Сонда біз өзімізді ұлт, өзімізді азамат ретінде толық қабылдай аламыз. Егерде біреуді кешіре алып, біреуді кешіре алмайсақ, адам тұрғысынан да, мысалы, сіз біреуге кешірімді болмасаңыз, сіз өзіңізді толық азамат деп кең арқаңызды жайып жүре алмайсыз. Өйткені бәрібір жаңағы ойыңызда бір сондай ой тұрады әлдеқайда. Сондықтан жаңағы ғалымдардың, Як деген ғалым бар, осы нәрсені өте жақсы жазады. Национализмнің жаңа тарихпен байланысты. Жаңағы әр ұрпақ, болашақ ұрпақ біздің өткен ұрпақтың мұрагері болып өзін солай қабылдаса, сонда толыққанды сол елдің мұрагері бола алады. Мысалы, қазіргі тәуелсіздік ұрпағын алсақ, біз айтамыз, тәуелсіздік ұрпағы совет үкіметінде тұрған жоқ, сондықтан ол идеологиядан жаңа еркін. Дұрыс, ол идеологиядан еркін болу керек, олар жаңалық әкелу керек. Бірақ сол тарихты олар бөлу керек және мойындау керек. Оны шынымен мынандай бойыңнан өткізіп, әбден қабылдап алу керек сияқты. Мына андай мемлекет дейтін кіші отбасыдан басталады деп, яғни отбасы кіші мемлекет деп айтады ғой. Оны қарасаңыз, былай мен мұны жеке адамға да түсіргім келеді да. Мына адамдарда қазір көп айтады ғой, психологиялық травма деген бар, сол гештальттарын жабу, өзін толық қабылдау деген секілді. Ол өзіңді толық қабылдау да керек, және мемлекетіңнің, жаңағыдай ұлтыңның тарихында толық қабылдау, андай бір еркіндікке тағы бір қадам секілді. Оны қазір көп жазып жатыр, мынау постколониалдық дискурс деген қазір ғалымдар зерттеп жатыр, айтып жатыр. Әрине оған да уақыт керек. Біраз зерттеу керек, ол қоғамға сіңіп талқы болу керек деген. Сосын тарих, әрине, ол саяси жүйемен тығыз байланысты. Әрбір саяси жүйенің бір құралы ол тарих. Сол арқылы өзінің саясатында жүргізеді. Бірақ біздің көріп отқанымыз, өз тарихымыздан шығарып отқанымыз, оның арты ұзаққа бармайды. Мысалы, егерде біз 70 жыл басқа тарих жазып келдік, ол да ұзаққа барған жоқ. Міне 30 жылда әртүрлі варианттар жазылды. Бірақ ол қоғаммен әлі қабылданбай жатыр. Толық қабылданбай жатыр. Бұл үшін әрине көп ізденіс керек, көп тілді білу керек. Жаңа методикалармен жаңа жұмыс істеу керек, сонда меніңше бір нәтижесі шығады. Шынымен мына жер секілді біздің тарихта бір үлкен бір талқы жасайтын тақырыптардың бірі ғой. Яғни қоғам бұл туралы сөйлескен кезде қоғам үнемі бір айтары болады. Шамамен көп адамның өзінің айтары болады деуге болады. Мына осы тақырыпта ойланған кезде маған қызық болғаны, ол енді интернет желісінде көп кездеседі. Мына қателеспесем, Мағжан Жұмабаевтың сөзі деп айтады. Шыны керек, мен факт-чек жасаған жоқпын. Біздер мына Жапонияның үлгісіндегі мемлекет құруымыз керек деген. Яғни мына кеңес үкіметі құрылып жатқан кезде сол бір талпыныстар болды ғой, Алашорданікі бар. Сондай бір екінші Жапония болуымыз керек деген идея болды. Осы мен сондай бір сөз бар енді. Ол да халықта енді үнемі лайк алып, жаңағыдай үнемі таратылып жүргеніне қарағанда көңіліне жағатын секілді көпшіліктің. Әрине. Осы мәселе қалай айтсақ болады, алаш кезіндегі немесе сол 20 ғасырдағы дейікші, сол кездегі біздің талпыныстарымыз қалай болды, ол сол туралы айта аласыз ба? Бұл өте күрделі сұрақ, өйткені толыққанды әлі құжаттар да жарық көрген жоқ, бірақ көп жерде жарық көріп жатыр. Енді жаңағы бірінші съезге жаңағы орталық Азиядан мұсылмандар артынан жаңағы бірінші жалпы ресейлік жалпы ресейлік съезге қатысқан. Ол жерде жаңағы кадет партиялары бар болған, жаңағы большевиктер партиясы болған, және де біздің алашордалықтар жаңағы тек Қазақстан емес, мұсылман халқының партиясын құрып, сол орталық Азия халықтарын біріктіріп деген ой болды бір жағынан. Бұл жерде енді большевиктер билікке келгеннен кейін олар басқа концепцияны ұсынды. Жаңағы этнос деген осы жерден шығады. Жаңағы
этникалық топтардың общем, право нации на самоопределение деген теория болды. Иә, ол Сондықтан Лениннің, бұл жерде жаңа діни негіздемені ортаға тартпай, жаңа этникалық бөліністерді негізге алып, сол арқылы жаңағы совет социалистік республикалар, кеңес социалистік республикалар содан пайда болады. Және де әрине бұл жаңағы Лениннің және ары қарай Сталиннің тұжырымдамасы. Сондықтан жаңағы біздің қазіргі таңда шатасатынымыз ұлт және этнос деген нәрсеміз осыдан шығады. Және де 90-шы жылдары КСРО құлдыраған кезде жаңағы бұрынғы совет идеологтар айтты, совет үкіметінің ең негізгі қатесі осы жерден шықты деді. Жаңағы ұлттық республикаларға бөлмеу керек еді деді. Егерде жалпы бір совет мемлекеті болғанда, сонда жаңағы біздің бәрі этникалық мәдениетіміз жаңағы ассимиляцияға ұшырып, бәріміз бір халық болушы едік деген тұжырымдама айтылды. Бірақ бұл да жаңағы дискуссияға, енді көп дискуссияға түсті. Өйткені егерде біз сондай бір жағынан совет үкіметіне жаңағы рахмет айту керек деп айтады кейбіреулері, өйткені біз жаңағы қазақ мемлекеттілігін осы арқылы сақтап қалдық. Ал егерде ондай жаңағы автономиялар болмаған кезде біз жаңағы бір мемлекетке ассимиляция өтіп кетуші едік. Және Қазақстан ең жақын тұрды сол жерде. Жаңағы тіл бойынша да, мәдениет бойынша да, тарих бойынша да. Именно Қазақ Республикасы бұл қатарда бірінші тұрды. Шыны керек. Өйткені жаңағы халықтың құрамымен тағы байланысты. Өйткені көп бөлігі орыс тілді болғандықтан орыс тілі басым болды да, жаңағы барлық жүйе соған бағытталған болды. Енді нақты мысалы Сұлтан Махмұт Торайғыров кезінде мынандай нәрсені жазған. Негізі Қазақстан, қазақ елі тез дамып кететін мүмкіндігі бар деп жазған еді. Неліктен? Өйткені әлемнің жақсы дамыған мемлекеттері бар. Егерде қазақтар жаңағы сол елдердің жақсы тәжірибесін жинақтап алып, жаңа технологияларды қолдануға үйренсе, онда біз тез дамып кететін мемлекет боламыз деп айтқан сөздері де бар. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар, жаңағы теория мен практика екеуі екі нәрсе. Жақсы тәжірибені алғанмен жұмыс аяқталмайды. Менің түсінгенім, мен де солай ойлайтынмын. Қаншама біздің жаңағы шекара ашылғалы шетелге бармаған адам жоқ шығар деп ойлаймын. Бәрі шетелге барады да, ой, жолы керемет екен, демалыс ортасы керемет, табиғаты керемет екен деп бәрі келеміз. Үйге келеміз, не істейміз? Жаман жол саламыз, қоқыс тастаймыз, ортамызды ластаймыз, бір-бірімізге қатыгездік көзбен қараймыз. Шетелде бәріміз әп-әдеміміз. Үйге келіп неге ондай боламыз? Бұл жерде біз өзіміз сол сатылардан өтуіміз керек. Өзіміз соған жетуіміз керек. Өзіміз сол ортаны қалыптастыруымыз керек. Ешкім біздің елді, ешкім біздің Қазақстанды гүлдендіріп жібермейді. Біраз айтады, жапондықтарды алып келейікші, гүлдендіріп жібереді мына жерді. Немесе қытайлықтарға жер берсеңіз, ертең мына жер бәрі тақыр болып қалады, ештеңе қалмайды соңында. Сондай бізде стереотиптер бар. Ол стереотиптер көп жағдайда жапон мемлекеті ең дамыған мемлекеті, технология жағынан. Бірақ қазіргі таңда олар мәдени, ментальды жағынан да өздері кризисқа ұшырап жатыр. Мысалы, суицид деңгейі өте жоғары, жаңағы жалғызбасты адамдар өте көп, жастар отбасын құрмайды, 40-50-ге келіп, қазір ең жаңа қартайып келе жатқан ұлттың бірі. Бұл жерде де жаңағы тұрмыстық мәселелер өте көп туындайды. Сондықтан мықты мемлекет, мықты ел, бірақ әрбір ел, әрбір мемлекет өз жолымен келеді соған. Және біз де соны түсінуіміз керек. Бізге оны ешкім істеп бермейді. Біз жаңағы біреудің тәжірибесін алып, осы жаққа орнатып, біз басқа елден шөп әкелсек те өспейді ол бізде. Егерде біз сол шөпті өзіміздің табиғатқа, өзіміздің ортамызға оны бейімдемесек, технологияларды алуға әбден мүмкін. Ал сол технологияларды біз өзіміз үшін қолдануымыз керек. Мен өзім солай деп ойлаймын. Шынымен, әркім өзінің жолы бар, әркім өзінің тәжірибесімен, тарихымен, білімімен осыған келеді ғой. Шынымен, ол күнге де енді ол әрқашан ол қалыптасып, ол әрқашан мемлекет дами береді ғой.
қарапайым мысал, біз әрдайым айтамыз, біздің табиғат өте қатал деп айтамыз, иә. Мысалы біздің жел бар Астанада, жаңағы қазір су тапшы болып жатыр, мысалы қыс қатты деп айтамыз, қар бастан асады, жаңағы адамның бойымен түседі деп. Бірақ соның біреуін де қолданбаймыз. Көрдіңіз ба? Мысалы мен Америкаға барғанда, енді мен сондай таңғалып айтқан жоқпын, жай мысал ретінде айтып жатырмын. Бізді тұрған регион, солтүстік регион, қыста қар түседі. Сосын сол жаңағы өңірде тұз өте көп тұз шығарады екен. Жаңағы тұз өндірісі бар. Жаңағы сосын жер беті тегіс емес, таулы жерлер. Сондықтан жолдар да ирек болып келеді. Сол жаңағы мұз қатқан кезде машиналар жүре алмай қалады екен. Және адамдар да жүре алмай қалады. Сондықтан міне бүгін кешке прогноз шықты ма, мысалы осындай уақытта қар түседі және жаңа температура төмендейді деген кезде барлық жолдарға тұз сеуіп тастайды. Тұзды машина прям қап тұз тастайды да жаңағы жол тез еріп кетеді. Ең бастысы бұл жерде адамның қауіпсіздігі. Кішкентай қондырғылары бар, машинасын алдына салып алады да қарды итеріп, әрқайсысы өз жолын тазалап жүре береді. Мысалы, біз міндетті түрде күтеміз. Коммунальный услуга қашан келеді, мен дворымнан жаңағы қарымды қашан шығарып тастайды, тағы. Біздің инженерлер қайда деп ойлаймыз сонда? Біздің инженерлер біздің қар күреуге, ауламызды тазартуға, желді ұстатуға, су қоймасын жасауға, сондай нәрсені неге жасамайды? Оған алыстан іздеп керек емес оны. Міне өз үйіңе қалай жасап қоясың, тура солай өз қалаңа да, өз ауылыңа да жасауға болады. Әрине, ауызбен айту оңай шығар. Қазір мені инженерлер тыңдап отырса айтатын шығар, енді бұлар гуманитарийлар айта береді. Меніңше енді сондай өз көршіңе, өзіңе істеп алсаң, көршіңе істеп берсең, ауылыңа істеп берсең, соның пайдасы әлде қайда көп деп ойлаймын. Соған мән берсе ғой біздің технологтар, біздің инженерлар деп ойлаймын. Иә, шынымен ол кішкентай қадамдармен үлкен нәтижелерге жете болады. Осы енді біраз уақыт болып қалды, соңғы сұрақ деп айтуға болады. Көп талқыланып жүрген мәселе. Басында да тақырыпта айтып кеттік қой, қазақ және қазақстандық деген түсінік. Қайсысы дұрыс, қайсысын қолданған жақсырақ, бәлкім қазір және мүмкін болашақта өзгере ма? Және Қазақстан Республикасы және Қазақ Республикасы немесе қазақ елі ма? Қалай айтуға болады? Сол мәселе бойынша сіздің пікіріңіз қандай екенін білгім келеді. Маған мысалы өзіме қазақ және Қазақ Республикасы болған, бұл менің ойымша ол қалыпты деп айтуға болады. Яғни мен қазақ дейтін атауды бәрімен бөлісе аламын. Керемет. Меніңше осыдан бірінші қадам жасауға болады. Қазіргі таңда екеуі де өміршең. Жаңағы өйткені кейбіреулері мен өзімді қазақ деп есептеймін, кейбіреулер мен қазақстанец деп, солай маған ыңғайлы дейді. Әлеуметтік зерттеулердің нәтижесінде біздің көріп отырғанымыз, жаңағы қазақ көбінесе этникалық тұрғыдан қабылданады халықпен, ал Қазақстан дегеніміз мемлекетпен қабылданады. Сондықтан біз жаңағы қайшылық осы жерде деп отырмыз ғой, қазақ және Қазақстан деген жерде. Екеуінің да орны бар қазіргі таңда. Өйткені біз екі тарихи кезеңнен өттік, ал бір тарихи кезеңде әлі өмір сүріп жатырмыз. Жаңа қазақстанец дегеніміз бұл сол біздің соңғы тарихи кезеңнен шыққан нәтиже. Ол нәтиже бізге енді заңды, оны ешкім тауып ойынан шығарған жоқ, ол солай қалыптасты жаңағы саясатпен бойынша. Және меніңше бірте ол да азая түседі. Жаңа өсіп жатқан ұрпақ өзін міндетті түрде меніңше Қазақ Республикасы мен Қазақ елімен сәйкестендіреді. Біз енді жаңағы глобальный трендке келе жатырмыз дегенмен, мысалы біздің Қазақстан Республикасында басқа этнос өкілдері бар екенін шыны керек көп жағдайда біле бермейді. Бізді қазіргі таңда әлі де әлем посткеңестік республика деп қабылдайды. Және Ресейдің көршісі деп қабылдайды. Ол шындық. Жалпы бізді орталық Азиямыз десек та бізде көп біле бермейді. Және де жаңағы американдықтар үшін Азия дегеніміз бұл көбінесе Қытай, Жапония, Корея.
біздің бет әлпетіміз оларға жақынырақ. Иә, Сондықтан біз солармен араласып кетеміз әлемдік деңгейде. Бірақ біздің өзіміздің айдентитиміз мықты болу керек. Егерде біз мынандай қайшылықты жіберсек, ол болашақта бізге өте үлкен қауіп қатер әкелуі мүмкін. Сондықтан біз шынымен де жаңа қоғамда болған дискуссия меніңше бір жақты болады. Бір уақыттан кейін жаңа ұрпақ өзін қазақ деп есептейді деп ойлаймын. Біз сонда жаңағы этникалық тұрғыдан айырылып, ол жаңағы тарихтың қойнысына кеткен кезде, иә, біз Қазақ Республикасы болсын, қазақ елі болсын, мысалы, әлемде де ондай мысалдар бар. Жаңа мемлекеттің атауы өзгеріп жатады, немесе коррекция жасалып жатады. Бізде мүлдем өзгермейді ғой. Бірақ корректировка жасауға болады. Мысалы, Түркия өзінің жазуына жаңа корректировка енгізді. Ол да бар тарихта. Сондықтан осындай нәрсеге бірте-бірте келеміз деп ойлаймын. Оны қазір асықтырып, біреуді міндеттеп, сен енді қазақсың, қазақстанец емессің, немесе сен, в общем, адамға қатал бір талап қоймау керек деп ойлаймын. Бірте-бірте ол шешіледі. Ол жаңа қазақ тілінің дамуымен шешіледі, және біздің республиканың нығаюымен бірге ілесіп жүретін процесс. Қаншалықты біз мықты мемлекет қалыптастырамыз, қаншалықты біз мықты ұлт қалыптастырамыз, соншалықты алға біз сондай бірігіп шығамыз деп ойлаймын. Шынымен де ұлттық бірегейлік болсын, жаңа national identity дейміз, осылай паспорт мәселесі, патриотизм мәселесі, ол шынымен мемлекеттің күш қуатына шынымен тікелей байланысты деуге болады. Сол жолда өсе берейік, бұйырса барлығымыз қақтығыссыз, бәріміз бір бірлікте, тыныштықта өмір сүре берейік. Келгеніңізге рахмет, ойларыңызға, пікіріңізге рахмет. Біз үшін құнды болды. Сізге де көп рахмет.